Sömken zavoduna geldik. Жұмыссыздар бөлек қой бұл жерде. И потом делите вот такая штучка. Размере посмотри. Арзан істеп жүруге әбден болады. Шат қазақтар қалапшы екен деп ойламасын. Это уже заканчивая работа уже, да. Selam dostlar, бүгінгі видеоны сөмкелерге арнаймыз. Нағыз қазір маманы бізде қасеке. Сәлем жассыздар. Қазақстанға басқа да тмд елдеріне тек қана осы сөмке өткізумен айналысады. Көрмеге де бардық, базарды араладық. Заводына барып сөйлессе, одан да арзан бағаға табуға. Бар. Сөмкенің заводына келдік. Осы район негізі заводтар көп, манда кірдік қой. Сөмкенің былай айтқанда материалынан бастап сырт жақта базары былай айтсақ. Оптың базары. Жасылатын құралдарын, ал енді соның жан-жағы осындай заводтар өздерінің. Оның ішінде сол цехтары бар, өздерінің әртүрлі. Осының ішінде өздерінің жасап қойған дүкен сияқты былай айтқанда. Абзаз естедіңіз бе? Bir талдан қойып қойған кішкене дүкен сияқты, магазин сияқты. Сондай орындар бар. Барлығын жасап қойған. Керек болса интернет дүкендер де бар адамдар. Тамаша, әдемі. Қанша уақыт болды? Бұл кісілермен жұмыс істеп жатқаныңызға? Мен енді қазірше 2 жыл болды бұлар. 2 жылдан бері осы жұмыс. Тап-таза. Әдемі сқит жасап қойыпты. Керемет. Мынау болса складтары. Затты осы жерде жасап не қоятын. Қазір көреміз. Қарсам жасап. Мына материалдарды кеседі мына жерде, алдымен кесіп. Мынау материалдарын сақтап қойған. Аналар болса, жанына барып көрсең, аналарда кеседі. Ар жағын қарасақ, бізде анандай қайшымен кеспейміз ғой, мынау көп. Сондық үшін мынандай зат болады. Қалып дейміз бұны. Қалып керек деп айтылып жатырады. Бір басып, кәлем түзішті түсіріп ұстайды. Андай жасап алады. Анада да сол. Мынау ішкі материалдары ғой деймін. Анада ішкі материалдар. Жұмсақ. Арқа. Нағыз өндіріс орны. Банджи ма? Банджи дейді. Сондай брендтің заводына келдік. Енді ол бренд бізде қаншалықты танымал, онша білмейді екен. Білетін кісілер бар шығар, соның заводының нақты түріндегі. Осы жерде сол зерттейтін орталықтар дейміз ғой, қайтқан тапқырлық. Енді ол кішкене құпия дейді сауда. Бұл айтқанда бір тал модельдерін жасап шығады ғой. Мынау складтар. Бар енді тауарға дегенде енді өзім істеп жатырмын ғой пәлен жыл. Өтті таза бұл. Не екен, тиянақты жасап? Тиянақты жасалған. Бір тал жашық бір сомкада. Одан мынандай жашықке салынады. Одан мынандай борайды, нүктелеріне қарайды. Мынандайлар чаптап береді. Бұның сыртынан скош орайды. Banta keskendерімізді
Boş yerde жасалады. Bir adam özünü жұмыста gene cevap berеді. Ана мына жігіт болса, мысалы, сыртын gene тек бақтырып жатыр. Сыртын келесі тағы бір жерде сондай. Отыратын жел ғой. Жұмыс бөліктер бөлек қой бұл жерде. Bir-biriмен әңгімелесіп жатқан жоқ қой бәрі. Уақыт жоқ қой. Не деген. Ең соңғы айтқанда өткізіп алады ана. Ана ана жерде өткізіп алады. Қатема нашарларын соң алып тастайды, аналар кісілер тексереді. Тексеріс. Иә. Bir барып көрейік. Сапасын бақылайды ғой былай айтқанда бұл жерде. Мына көрдің ба? Мына өздерінің брендінен басқа брендтердің, басқа адамдардың заказында жасай береді. Модель айтқанда. Ол сіздердің істетпейін десең, өзінің атында істеуіне болады. Мысалы, Бауыржан деп сөмке шығарсында болады. Неше этаж? Сонда қазір бірінші этажында анау кесетін цехтар, екінші этажында офис. Бұл жерде де сол. Үшінші этажында да сол. Мықты. Цех екі этаж болып тұр ғой. Өздерінің бренді. Один. Kaizen sistemаны осы жақтан үйрену керек. Bir adam bir ғана жұмысты атқарып отыр, келесі деңгейге беріп отыр деген сияқты. Сөмкесінің компаниясының несі артықшылығы, сапасы жағынан ба, бір нәрсесі қандай артықшылығы бар басқалардан? Сапасы жағынан болсын ма, материалы бәрі жақсы. Материалдары жақсы көрініп тұр, мына қара. Не? Өңкей жақсы материал істетеді ғой, қарасаң да. Сапасынан артықшылық болып тұр ғой. Бағадан таласады ғой, арзан жасап тастайды. Мынаның ішіндегіні біз көріп отырғанымыз жоқ. Мынаның ішіндегіні затты көріп отырғанымыз жоқ. Арзан істеп жүруге әттен болады. Ақшаңызға қарай затыңыз шығады ғой бұл жерде. Арзан қымбаты бар. Бұны оңай жеңіл қарауға болмайды. Айтады ғой кейбір кісілер, не үшін арзан, не үшін қымбат дегенде. ішіндегі заттары, материалдары басқа. Иә, кейбіреулерін сыртынан айырмаса да, ішінен айырып тастайды. Көбірек заказ түседі екен. Европаға көп шығады. Европаға.
ішіне кіріп тарсаң болады. Жоқ, бұл кісілер Бұл кісілер Таобаода, Алибабада, былай айтқанда интернетте жұмыс жасайды ғой. Қалжыңдап жатырмын ғой бұл кісіге. Пиндода да бар ма деп. Пиндода да жұмыс істемейміз дейді. Түсініп тұрған шығарсың. Енді мынаның ішін енді тақпай-ақ қойсын дейді. Өйткені кішкене жаңа модельдер болады. Ол енді өзіміз көрейік. күніне қанша сөмке жасайды, айына қанша сөмке жасайды? Сатылымы айтады да, айына енді жүз неше мың болады дейді. Оны енді анық. 100-ден асады ғой, 100 мыңнан асады ғой. 100 мыңнан асады дейді. Айына. Енді жылына енді миллионнан асып кетеді дейді. Айына 100 мыңнан астам сумка, жылына миллионнан астам сумка сату. Енді өте мықты, керемет деңгей. Шикізаттарын тоже басқа жақтан алдырта ма, немесе мысалы арасына қосылатын олар өндіретін? Осы шетте бар. Осы маңайдан табады? Осы маңайдан сыртқа шықты болды, соның базары бар. Шикізатының. Өзінің осындай үлкен заводтары тәуелді. Дүкенде бір завод бар олардың негізінен. Қазір оны жолда көреміз. Заводқа келіп бір сөмке өзіме сыйлыққа алып кетіп бара жатырмын. Жалпы бұл жақта заводтарда барған кезде образец ретінде 1-2 тал бере салу бұларға ешқандай мәселе жоқ екен. Енді мен қой деп сатып алдым, тегін алмай ақ қояйын деп. Жадны қазақтар қайлапшы екен деп ойламасын. Россияға түседі, Украинаға да түсе береді, Қазақстанға да түсе береді. Сөмкеде бөлінеді ғой, әр ұлтқа, әр жерге деген сияқты. Бағанағылар тек қана рюкзак жасайды, е? Рюкзак жасайды. Бұл кісілер әйелдер? Әйелдер сөмкесін жасайды. Енді завод көп деп айттым ғой, енді оны бара беретін болсақ, енді кішкене шаршап қаламыз енді. Бір жылда аралап түгете алмаймыз. Мына жерде енді осындай осы модельдерді дайындау, жасау, дизайн бәрін жасау. Дизайны осы жерде екен. Офис болып тұр ғой. Офис болып тұр. По-русски знаете, да? Конечно, по-русски знаю. Папа и мама оба работают, я сумка работаю. Я еще старший брат есть. Да, вместе работаю сумку. А так, обувь и сумку вместе работаю, потихонечку знаю опыт и дизайне, самодизайне, да. 18 году вернула в Китай, открывали компанию. И начинать с самодизайна, свой марка, свой дизайн, те материи, опрачи Украина, Европа. Европа много стран, Ломанийские, Польша, Германия, французские. И ну, Крылотия, да, ну много стран, они тоже опытом работают. Я дизайнер, материи готовы, фотографии делите, а вести страна, они дают заказ, я собираю всего заказ вместе, да, и кидаю делить производство. Так, да. Отлично, отлично. Сколько вы лет там жили? Жили почти 16 лет. 16 лет, Одесса. С маленького возраста, да? Да, маленький. 13 лет были там. 13 там, по-русски были. Женились на китаянку или на украинку? Жена? Жена. Жена китайская. Ну, друзья почти все Украина. Украина, да? Друзья. Поэтому мне хорошо знать, что Украина нужен. Что у нашей страны человек боится материи. Поэтому эту информацию брать, я с Китая делаю дизайн. Это форма у нашей страны
может быть хорошо продаются. Это самое важное. Потому что много китайский вариант модели, да, это ну, есть красивые, но не все модели наши нужны. Надо чуть-чуть поменять и делать живого, да. Украинада пәленбай жыл тұрған, орысшасы жап-жақсақ. Украинада тұрып, ол жақты менталитетін бәрін білем дейді. И ол жақты қыздардың не ұнайтынын бәрін білем дейді. 18 жыл тұрып, ол жаққа келіп, енді өзінің өндіріс орнын Украинаға сай, Еуропаға сай өндіріс орнын жасап шығарып жатыр. Жылына қанша в году сколько сумка сделаете? 1 миллион дейді. 1 миллион. 1 миллион. 100多个，最少。 И оның Ең аз барлығы дегенде 1 миллион. оның барлығы сол Еуропаға кетіп жатыр ма? Иә, Все Европу, да? А? Все сумку продают в Европу. Да. Да. В Китае не продают? Китай, но у меня свой магазин на Савелии, да. Европада көбірек клиентіміз. Латын Америкада, Бразилияда, тағы да басқа мемлекеттерде клиентіміз бар. Гуанчжоудағы дүкеніміз қабылдап отырған заказдар дейді. Тамаша. Енді осы жақта Қытай кәсіпкерлерінің өзі шетелге шығып, сол жақтың тілін меңгеріп, сол жақтан алатын нәрсені алып, үйренетін нәрсені үйреніп, өзіне келіп өндіріс жасап, соларға сатып жатса, демек бізге де мүмкін сөйтіп сол жағына ойлану керек шығар. Мүмкін бізге де мүмкін Қытай еліне келіп бір нәрселерді үйреніп, тіл үйреніп, осы жақтан алатын нәрсені алып, көшіретін нәрсені көшіріп, басқа елдерге сатып деген сияқты жасап, кәсіп. Мүмкін сол жағында мүмкін ойластыру керек шығар. Қазір енді екі елдің саясаты жақсы ғой. Визаны беріп жатыр. Дизайне, они посмотрели модели, и потом делите вот такая штучка, размеры посмотри, что подходит, и начинается делать дизайн по макро. И тут девочка посчитать сумку, сколько материала нужно, сколько фурнитуры нужно, посчитайте, да. А тут внутри, да, это все уже новые камни, да. Надо проверить, да? Да, материалы проверить, да. А тут внутри Здесь макеты делают просто, да? Да, макеты просто. Нужно всякие случаи, один штука делите, посмотри, что подходит или не подходит. Надо проверить, да. И чтобы эти сама дизайне материи, да, люди проверили, все хорошо, окей, производство, да, не окей, потом, да. Отлично. А тут еще, да. Это дизайн макет. Лаборатория деп айтуға болады бұл жерде. Просто макет дайындап, производство басқа жақта болады, в принципе. Это закончи производство. Пришли здесь, да, у нас должна быть фотография нужна, да. Здесь наша Шоурум? шоурум, да. Отлично. О, фотосъемка, да? Да, здесь фотошоп нужно, видео сделать. Я должен начинаться уже поставить Инстаграм, чтобы перед больше людям видели нашу марку. Здесь перемена. О, Viber. Viber у вас есть? Смотри, это перемена у наша Photoshop, который что модели делает заказ, отвеки, показывай. И потом я всегда должен быть один видео, чтобы хорошо знаю, да, модели, как делать, да. И потом до конца работы, да, до конца работы у нас еще видео. Это просто полностью цвет, это уже заканчивая работу уже, да. Это ваша модель, да, уже ваша бренд? Да, это уже готовый. Производство заканчиваем. Всего первый Photoshop, это просто от ее опыта от веки показывает, что материя наша производство. Алекс не да минзышимша. Да, Саша, да. Саша зовут, да. English Алекс, да. Меня зовут Саша, да. Да, поэтому так, хорошо фото, хорошо видео, чтобы люди больше знают наши, что материя есть, да. Круто. А фотографии не сильно хорошо знаю, а в видео сразу хорошо знаю, да. Да, полностью знаю. Круто. Да. Отлично. Это я потом Инстаграм свой есть, да, тоже. Инстаграм ведете, да? Да. Это Инстаграм Китай. Здесь Инстаграм офис, да. Это офис, да. Инстаграм, да.
Ну, пока еще не все модели оправите, да. Это Украина, Инстаграм, да. Опытный магазин, да. Я потихонечку оправите, да. Все, отлично. Потому что я тоже думаю, что наша работа, сайт, очень нужно потихонечку работать через сайт, да. Чтобы было, ну, друга хорошо знаю, да. Друга хорошо знаю. Поэтому я согласна друга сказала. Сейчас работа и магазин, и сайт. Надо вместе работать. Да. Это очень важно. Так, бүгін енді сөмке саласын толыққанды шолып бітірдік деп ойлаймын. Енді бүгін заводына да келдік. Осы видеода сіздер сөмкеге байланысты Меке Қасекеңмен біраз ақпарат жинадық, көрсеттік. Сіздерге бере алдым деп ойлаймын. Алдағы уақытта кім сөмке саудасымен айналысқысы келеді, пожалуйста, Қасекеңге байланыссын. Тікелей заводтан жұмыс жасап жүрген жігіт қай жақта не бар екен, қандай сападағы сөмкелер қанша теңгеде, барлығын тиімді жолдарын бәрін білет. Былай айтқанда, тек қана сөмке емес, енді басқа да заттарды сұрай берсеңдер тауып беремін деп отыр. Бірақ енді основном негізі маманданғаным сөмкенің сапасын, сөмкені жақсы танимын деп отыр ғой, былай айтқанда. Уже 10 жылдан астам уақытта сөмкемен айналысып жүрген жігіт. Қазақстанға, Қырғызстанға, Өзбекстанға, Ресейге қаншама фуралар сөмкені жіберген жігіттердің бірі. Қытайдағы екінші айдағы екінші сапарымды аяқтап жатырмын. Екі сапарымда мен үшін сәтті болды, жемісті болды деп айта аламын. Көп нәрсені көрдім, көп адаммен таныстым, көп нәрсе түсіндім. Біріншіден екінші сапарымда көрмеге бола келдік. Кантон 134-ші кантон көрмесіне келдік. Үлкен әлемдік. Көп нәрсе бар, көп нәрсе көруге болады, жаңа бір нәрселер көруге болады. Дұрыс көру үшін келуге болады, саудаласу үшін, олармен келісім шарт жасау үшін келіп қажет емес. Себебі ол жердегі баға өте жоғары. Жоғары болатын себеп ол жердегі қатысушылар, өздерінің көрмеге заттарын қоюшылар, сол кішкене 20-30 квадрат метріне 100 000 юаннан 400-500 000 юанға дейін аренда төлейді. 4-5 күн үшін. Сол арендасын ақтау үшін ол жерде кішкене бағаны қымбаттатып қояды. Әрине ол жерден сатып алатын заттар бар, тікелей сатып алмайтын заттар бар. Ол жердегі баға бәрібір де кішкене жоғары болады. Шетелдіктер, Еуропадан, ақш-тан, басқа елдерден келгендер әрине бағаның бетіне қарамайтындар сауда жасап кететін шығар. Бірақ жақыннан келгендер біз үшін, қазақстандықтар үшін бізге өте баға маңызды. Сондықтан ол жерден сауда жасасып, ол жерден келісіп кетем деген ойдан аулақ болыңыздар. Ол жерден контакт алсаңыз болады, данный алсаңыз болады. И то ол контакт пен данныйлар нақ керек заводтар болмауы мүмкін. Себебі ол жерге қатысып жатқандардың бәрі тікелей завод емес, жай ғана ортадағы дүкен болуы мүмкін, компания болуы мүмкін. Сұрап келе байқағаным, үлкен компаниялар, тарихы 20-30 жылда жатқан компаниялар ондай көрмеге қатыспайды. Ал жаңадан 2, 3, 4 жыл болған, 5 жыл болған компаниялар, клиент қажет ететін компаниялар қатысады екен. Ал үлкен компанияларға оған необходимость жоқ қатысуға. Ал кейбір компаниялар болады екен, олардың заводтары жоқ, бірақ заводы бар компанияда заты алып, сол жерге просто заводымыз бар, үлкен компаниямыз деп қатысады екен. Ол жердегі көрмедегі басым көпшілігі солай деп айтуға болады. Сондықтан ол жердегі сіз алып жатқан контакт пен данныйлардың барлығы тікелей заводқа бармауы мүмкін. Кейбіреулер заводыңызға барып көрсек бола ма деп сұрасаңыз, сізге нақты жауап бере алмауы мүмкін. Сондай. Орыстарда сөз бар ғой, честно работать выгодно дейді. Шынайы жасалған жұмыс тиімді, яғни ешқандай әділ жасалған жұмыс, алдамай, арбамай, ашық айтылып, келісіліп жасалған жұмыс тиімді. Сол осы принципті түсінген, осылай әбден уже көз жеткен адамдар мен көрсетіп отырған жігіттер мен қыздар қай-қайсысы болса да, яғни кеше жақында ғана жұмыс бастап азын-аулақ кішкентай табысқа қызығарлықпен жұмыс істеп кететін адамдар емес, ақша ұстап көрген, табыс тауып көрген, уже тәжірибесі бар, кемінде 5-10 жыл тәжірибесі бар кісілер. Сосын тек қана тауар алып
берумен ғана айналысады деп ойлап қалмаңыздар. Әрине товар алып беру бәрінің қолынан келеді. Одан бөлек кейбір бренд компаниялардың мысалы дистрибуциясын, дилерскийін алып беру бола ма. Мысалы жол мәселесі, жаңағы ержа шалқарлар уже каргосы бар. Кез келген нәрсені сіздің затыңыз тауары дайын болмаса, оны тиімді бағада әкеліп беру бола ма. Болмаса барып келістіріп беру бола ма. Немесе сіз барам десеңіз, бір заводпен келісімшартта отырып өтсеңіз, сізді апарып, ертіп апарып, солармен келісімшарт жасатқызу бола ма. Оның бәрін жасай алатын жігіттер. Жалпы Қытаймен байланысты кез келген жұмысты, былай айтқанда, жасай алатын, келістіріп бере алатын, табыстырып бере алатын, мүмкіндіктерді сізге тауып бере алатын кісілер. Енді осы мүмкіндіктерді құр жібермей, өзіміз еңбектенейік, тырысайық, амалын жасайық. Осы қысқаша айтайын дегенім, менің уже самолетке отыруым керек. Ақырындап жиналып жатыр. Барайын. Осы видеолар сіздерге пайдалы болып жатса, кішігірім еңбегімізді бағалап, жазылып қойыңыз, таратып қойыңыз видеоны, кімге керек, кімге Қытаймен жұмыс жасауға ниетті, соларға жіберіңіз. Келесі видеоларда кездескенше